Сәлем достар, бүгін сіздерге меренговый рулеттің рецептісін жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Есте сақтайтын нәрсе, сары уыз мүлдем ақ уызға араласып кетпеуі тиіс. Бұдан кейін миксеріміздің көмегімен осы ақ уызды жақсылап араластырамыз. Жылдамдықты біртіндеп үдете отырып, осындай әппақ көпіршік болғанша араластырасыздар. Одан кейін үстіне шекерімізді салып, одан кейін бір қасық лимон шырынын қосып, жақсылап миксерлеп аласыздар. Енді массамыздың үстіне жүгері крахмалын қосып, лопатканың немесе қасықтың көмегімен жоғарыдан төмен қарай осылай араластырып аласыздар. Табамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды осылай жағып шығасыздар. Спатуланың көмегімен, түрлі ас үй құралдарының көмегімен бетін тегістеп, духовкаға 170 градуста 25-27 минут аралығында пісуге жібереміз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшігімізге аздап қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейміз. Қант ұнтағын көптеп қосудың қажеті жоқ, себебі біздің меренгамыздың өзі тәтті болады. Сүзбелі ірімшік пен сахарный пудрамыз жақсылап араласты. Енді оның үстіне аздаған мөлшерде сливкемізді құйып, жақсылап миксердің жылдамдығын үдете отырып араластырамыз. Видеода көрсетілген сұйықтық біртіндеп араласу нәтижесінде қою массаға айналады. Біздің креміміз дайын. Оны кондитер қапшығына салып, белгілі бір насаткаңызды қойып, дайындап аласыз. Біздің меренгамыз пісіп шықты. Енді оның үстіне осылай кремімізді жағып, біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Қалауыңызша түрлі жемістер мен жидектерді ортасына қоссаңыздар болады. Мен бір тілім киви және де 4 дана құлпынай кесіп ортасына салдым. Енді шетінен бастап, қатты үстіне салмақ салмай, видеодағыдай жақсылап ораймыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша түрлі пішінде, түрлі жемістер мен жидектер қосып сәндеулеріңізге болады. Біздің меренгамызды шамамен 1,5-2 сағаттай тоңазытқышта ұстаған дұрыс. Осындай дәмді әрі нәзік меренгамыз дайын. Барлығыңызға ас болсын.